Маңқа ауруы өте қауіпті індет түрі. Онымен жылқы, есек, қашыр, тағы да басқа жануарлар ауырады. Аурудың қоздырғышы таяқша тәрізді мәли микробы бар. Бұл індетті қазақ халқы танау маңқасы, без маңқасы және де көкірек маңқасы деп 3 түрге бөледі. Ауру жедел және созылмалы болады. Жасырын кезеңі 3-21 күн. Ауырған жылқының ыстығы көтеріліп қалтырайды. Танауынан су ағып, көбінесе астыңғы жақ сүйегінің астындағы түйіндері ісіп кетеді. Кеңірсегінің кілегей қабықтары қызарып, ұсақ бөртпе жаралар пайда болады. Олардан қанды ірің ағады, лимфа түйіндері іріңдеп, жара жарылып кетеді. Ауру өршіген кезде кеңірсек желбезектері қанды іріңге толады. Сөйтіп, терінің тесілген жерінен желім тәрізді ірің ағады. Кейде аяқтары жуандап ісіп кетеді. Созылмалы түрмен ауырған мал арықтап жылдам болдырады. Ауырған жылқының көзіне малейн дәрісін тамғызу арқылы аллерт әдіспен оның маңқа немесе мандам ауру екенін анықтауға болады. Ауру жем-шөп астау арқылы сау малдарға жұғады. Адамдарға да жұғуы мүмкін. Маңқамен ауырған жылқының етін жеуге болмайды. Маңқаның жедел түрмен ауырған адамдардың 100%, ал созылмалы түрменен ауырғандардың 50% жазылмайды. Яғни нақты ем жоқ. Ауру анықталған жылқының етін өртеп тастайды немесе көміп тастайды. Қора жайды, ат әмбіздерді зарарсыздандырады. Дәстүрлі қазақ емінде танау шеміршегі айналасындағы ірің немесе бөртпелер байқалғанда емшілер жыланды бөліп, яғни малға жұтқызып жіберетін болған. Немесе тірі кесірткені аттың танауына, яғни аттың танауына тигізіп, тірідей тигізіп, кекіліне байлап қоятын болған. Ал маңқа басталған білінетін болса, суыт жүрген жылқыны немесе атты мұздай құдықтың суымен шомылдырып, таңға асырып, яғни танауына тұз бен тотияйын үгіндісін, құрғақ темекіні үрлеген, яғни жаққан және де көктөбе, ақсауыт деген тағы да басқа дәрі-дәрмек шөптерді сиыр сүтінен араластырып, жем дорбаға салып аттың басына ілгетін болған.